Назарларыңызға атадан қалған адал ас атты айдарымыздың кезекті ұмыт болған қазақ халқының тағамдарының бірі өрметөсті ұсынамыз. Өрметөс тағамын дайындау үшін бізге ең алдымен қойдың төс еті, ас ішегі, бүйен және өзіміз қалауымызша дәмдеуіштер қажет. Өрметөс тағамын дайындау үшін бізге ең алдымен қойдың төс етін алып, өзіміз қалауымызша мен тұзды алып, ортасына барлығын сеуіп, төсті тұздаймыз. Келесі кезекте көкпияз. Көкпиязды сіздер өз қалауларыңыз бойынша осы түтіндей салуларыңызға болады, немесе бұл турапта салуларыңызға болады. Дәмдеуіштер себілген дайын болған өрметөсті келесі кезекте біз ораймыз. Көріп тұрғандарыңыздай орап аламыз. Орап дайын болған өрметөсті келесі кезекте біз бүйенге саламыз. Келесі кезекте қойдың аш жегін алып, саусақтарымыздың арасына тоқыма жіпті ілгендей іліп шығамыз. Осы дайын болған шектің ішіне енді біз төсті салатын боламыз. Өрілген шегімізге бүйендегі төсті саламыз. Дайын болған өрметөсті қазанға салып 3 сағат қайнатамыз. Төс салынған бүйен жарылып кетпес үшін бірнеше жерінен инемен тесіп отыру қажет. Осымен біздің өрметөсіміз дайын. Ас болсын.